Бірдей сандардың мәндері қандай? Тәлімгерлеріміз бізге қандай да бір жолдама айтатын кезде бірдей санды көрсетеді. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Мәселен, 11-11 көрініп тұр ма сағатта? Интернеттен теріп көрсеңіз болады. Сізге қажетті жолдау сол ғаламторда болады міндетті түрде. Бірақ енді менің өзімнің жазып алған анықтамаларым бар. Тоқталсақ, 00 көрінсе, өмірлік жұмсалған тәжірибелер өзінің жемісін береді деген сөз. 0101. Идеяларды іске асыратын уақыт келді. Тек қана сыннан қорықпа дейді. 0202. Сізді керемет ойын-сауық шарасына шақыру күтіп тұр. 0303. Жақын арада романтикалық кездесудің белгісі. 0404. Өмірге шынайы көзбен қарайтын кез келді. Ақ пен қара қатар жүрер. 0505. Қасыңыздағы адамдардан сақ болғайсыз, періштелерден ескерту. 0606. Күтпеген кездесу. 0707. Бейтаныс адамның күтпеген көмегі туралы белгі дейді. 0808. Бүгінгі күн керемет болады. 0909. Қаржы жағын үнемдеңіз, жақында жұмсалатын оның орны табылады деп тұр. 10-10. Ойлана бермей идеяны іске асырыңыз дейді. 11-11. Дұрыс шешім қабылдадыңыз деп тұр. Айтпақшы, 11-11 көбінесе жерге көп рет келген кемел рухтар бар ғой, соларға көрінеді. 12-12. Жақын арада өміріңіздегі өзгерістің болатынын тәлімгерлер осылай білдіріп тұр.